ең бірінші үлкен лагерь Карлаг болған. 1931 жылы құрылады. Негізгі мына Қазақстанның Қазақстан үшін Қарағанды облысының Нұра ауданы, Телман ауданы, мынау қазіргі Шет, Жаңарқа ауданы сияқты жерлердің бәрі соның құрамына кірді. Негізінен Карлаг бұл ауыл шаруашылығын мен айналысатын жаңағы тұтқындар үшін жасақталды. Онда өндіріс өте көп болған жоқ, Қарағандының өз басынан болмаса да. Бірақ дегенмен де бұл Карлагтың ауқымының кеңдігі солай. Бұған жаңағы керемет сол кезеңде атақты адамдардың көпшілігі осы Карлагтың құрамына келіп түсті. Мысалы, кейін ақталғаннан кейін социалистік еңбек ері атағын 2 рет жеңіп алған Пустовит деген селекционер болған. Астық дәнін асылдандырып, жаңағы сондай бір жақсы нәтиже алған. Сол осы Карлагта отырған. Мынау қазір білесіздер, бұрынғы сол кезеңде Карлагтың әкімшілік басқару жүйесі болған Долинка деген елді мекенде қазір үлкен бір мұражай ашылды. Соның бәрін ашып көрсететін керемет қарап отырсаңыздар, мұнда болмаған адам жоқ. Мұнда мықты ғалымдар да болды, әртістер де болды, өнер адамдары да болды, бәрі осы жерде өзінің жазасын өтеуге мәжбүр болды. Міне сол Карлагтың ең дүрілдеп тұрған уақытында, яғни ең кеңінен күшейіп тұрған уақытта Карлагта 70 мыңдай тұтқын болған екен. Бұл енді үлкен сан. Мына кейіннен мысалы кеңес үкіметі орнағаннан кейін алдымен Қарағанды, одан кейін Шет ауданындағы үлкен шаруашылыққа болған Краснополяны деген шаруашылық, қазір жеке шаруашылық, Батық деген шаруашылық бар, Бұрма деген шаруашылық бар, Просторын деген шаруашылық бар. Солардың бәрі сол 40-шы жылдардан бастап Карлагтың тұтқындарының қолымен жасалған шаруашылықтар. Кейін өзін көрсетті қандайлық мықты екен. Ал енді жаңа айттым, Карлаг негізінен ауыл шаруашылығы лагері болғанменен Қарағанды облысында өндірісте кеңінен дамыды. 1943 жылы соғыстың, екінші дүниежүзілік соғыстың, отан соғысының күшейіп тұрған уақытында Жезлак деген бөлімше бөлініп шығады. Өйткені мынау жезқазғанның мысының, оның кенінің мынау соғысқа деген қажеттілігі өте, сұранысы өте жоғары болды. Соған байланысты оны жеке бөліп шығарады. Бұл лагерь Жезлак деп аталды 43 жылы. Ал енді 48 жылы оны тіпті қажеттілігінің, саяси қажеттілігінің кеңес үкіметінің керемет болғаны солай, мұны Степлак деп атады. Далалық лагерь. Өзен Жезқазған дала ғой, кең дала. Соның жерінде осы Степлак құрылды. Степлактың да тарихы керемет, қастерлі, қиын. Мұнда сол мынау Кеңгір деген үлкен поселок болған кезінде, Жезқазған қаласының іргесінде сол орталығы болған. Сонда Жезлактың жез өндіру рудаларда жұмыс істеп жүрген адамдардың көптігі солай. Сол кезінде 25 мың тұтқын жұмыс істеген екен. Бұл да керемет сан. Жезлактың керемет тарихы, Степлактың керемет тарихы бұл 1954 жылғы атақты Кеңгір көтерілісі. Яғни мына ГУЛАГ жүйесінің шайқалып, Сталин бұл дүниеден өтіп, сәл кішкене жылмық пайда бола бастағанда, ол да енді тұтқындарға оның хабары жетті ғой. Соның нәтижесінде 1954 жылы осы Степлакта атақты Кеңгір көтерілісі болды. Соны бұрынғы соғыс кезінде тұтқынға түсіп жазалы болып қалған офицерлер, соның ішінде капитан Кузнецов деген үлкен мықты офицер басқарады. 40 күнге созылады осы көтеріліс. Соған келген адамдарды айтайын, соны басу үшін. Фурцева, сол кезеңдегі мынау орталық комитеттің хатшысы, кейін атақты мәдениет министрі, атақты Фурцева деген әйел келеді. Кешегі анау Нюрнберг процесінде Совет үкіметінің атынан сөйлеген атақты бас прокурор Руденко келеді бұл жерге. Мынау ГУЛАГтың басшысы Долгих деген генерал келеді. Біреуіне ешқайсысына олар мойымайды. Сонан 40 күннің ішінде танкімен таптап, әскерді жіберіп, бәрін қырып жойып, көтерілісті басады. Осы көтеріліске қатысқан 500 адамда ішінен сотталғаны бар, сотталмаған басқа лагерлерге айдап жүрді. Бұл да үлкен тарих. Осы кезеңдегі үлкен бір өзіндік тарихы бар, қасірет тарихы барған бұл Алжир.
мына осы қазіргі біздің елордамыз Астананың түбіндегі. Мұнда біреу біледі, біреу білмейді. Қазіргі ұрпақ енді деп хабардар болып жатыр ғой. 1934 жылы жаңағы ішкі істер халық комиссариаты НКВД арнайы қаулы қабылдайды. ЧСИР деп аталады. Ол не деген сөз? Члены семьи изменников Родины. ЧСИР. Члены семьи изменников Родины. Ол не деген сөз? Егерде сол семьяның басшысы халық жауы болатын болса, кеңес үкіметіне қарсы шығатын болса, оның семьясы оны білмеуі мүмкін емес. Егерде оны біліп тұрып айтпаса, ол да жаңағы халық жауының, орысшасы пособник, қазақшасы соның қолдаушысы болып деген сөз. Содан барады да жаңағы 58-ші баппен сотталған адамдардың семьясын, жұбайларын, балаларын, жақын қарындастарын, әпкелерін түрмеге сала бастайды. Міне, Алжир 1934 жылы алдыменен мына Қарағанды лагерінің 17-ші бөлімшесі ретінде болып құрылады, Р-17 деген атпенен. Сосын кейін жеке лагерь болды. Яғни Акмолинский лагерь жон изменников Родины. Отанын сатқандардың Ақмола лагерь деген, Алжир деген сөздің шыққан сөзі. Бұл жөнінде де аз айтылған жоқ. Тек қана жаңағы мынау кеңес үкіметінің басшылығындағы үлкен тұлғалардың ғана туған туысқандар емес, қазақтардан қазақ зиялыларының көптеген жақын жұбайлары, апалары, әпкелері болды. Мысалы үшін сол кездегі мәдениет халық комиссары болған Темірбек Жүргеновтың жұбайы осы жерде отырды. Мынау бір мәліметтер қарайтын Сәкен Сейфуллин ағамыздың жұбайы басында осында болған, кейіннен басқа лагерьге ауыстырған дейді. Атақты кеңес үкіметінің қолбасшысы алғашқы маршалдардың бір Тухачевскийдің екі бірдей қарындасы осы жерде тұтқында болады. Енді ол жөнінде мәлімет көп, барлық жұрт біледі. Сондықтан да осы Ақмола лагерінің де тарихы бір керемет нәрсе. 34 жылы күшіне енді, содан кейін жаңағындай Алжир деген атпен тарихқа кірді. Ең кең ұлғайып тұрған кезінде Ақмола лагерінде 3-4 мың адам, әйел адамдар тұтқында болған екен. Бұл жөнінде де керемет мықты мәліметтер бар. Мысалы үшін қазақтың сол маңайда олардың тіршілігі былай болған ғой, сол көлдің құрақтарын, қамысын шауып, содан жаңағы не жасау, әлгі ағаш жасайтын, қағаз жасайтын фабрикаға отын жіберу, тағы басқа тіршілік деген сияқты қиын жағдайда өмір сүрген. Сонда жетпейтін азық түлік, сонда әлгі қазақтың ойнап жүрген балалары оларды қолындағы таспен атты дейді. Бұл не тас деп жаңағы оны енді анау қорғаушылар, күзетшілер назар аудара қоймайды. Сол сүрініп кетіп бір жаңағы тұтқын әйелдердің біреуін алса, жаңағы қазақтың құрт екен, малта. Соның дәмін көріп, сонда жаңағы сонымен күн көрген. Яғни онда жаңағы қазақтың кішкентай балаларының жергілікті халықтың ана жаны ашып, сол тұтқындарға азды болса өзінің көмегін жасағысы келген бір керемет, сондай бір жанды күйзеліп, жүректі қозғалтатын оқиғаны тарихта қалғаны рас. Сондықтан да қазақтың жеріндегі кез келген лагерь бұл сол лагерьде отырған халықтар үшін азап лагері, тозақ лагері болғанменен қазақтың тарихы үшін ол бір сондай бір ауыр кезең болды. Бүгінгі күннің міндеті, жалпы мынау қоғамның міндеті, сол бір қасіретті кезең қайталанбас екен. Біздің елімізге ондай, біздің жерімізге ондай қасірет енді қайтып келмес екен деген мәселе. Екінші, сол қасіреттің қалай болғанын көзімен көрмесе де тарихтан оқып отырған жас ұрпақ сезіне білсе деген нәрсе. Тарихи шындық ашылған уақытта да адам соны біледі. Әрине, сол кезеңдегі өмір сүрген адамдар оны бәрі көзімен көрді, жанымен сезді, жанымен қиналды. Ал енді бүгінгі ұрпақ оқулықтан оқып жатыр, үлкендердің естіп жатыр. Содан тиісті сабағын жасап, қорытынды жасап, соған тиісті өзінің бағасын беру керек деп ойлаймын.